сабақты жақсы өткізетін, жаңа технологияны меңгертетін болу керек. Біз де мұғалімдерді сыйлауымыз керек. Жалпы менің ойымша, мұғалім ақ көңіл, мейірімді, шыншыл, әділетті болу керек. На мой взгляд, главное качество учителя будущего – это многопрофильность. Преподаватель литературы, например, должен разбираться в живописи. Мысалы, әдебиет мұғалімі ол көркемде, әнде және тарихты жақсы білу керек. Менің ойымша, болашақтың мұғалімі ол әр оқушыға деген жеке қарым-қатынас болу керек. Менің ойымша, біздің барлық жаңашылдықты пайдалана білу керек. Сонымен қарай, ол оқушыларды, гаджеттарды, интернет ресурстарды қалай түсіндіру керек екенін. Және қызықты, әдемі болу үшін мұғалім, барлық болашақтың мұғалімі әрқашан даму керек. Ол өзінің дамуы тоқтап қалмау керек, әрқашан жаңашылға ұмтылу керек. Әр мұғалім ол бізге үлгі болу керек, және біздің досымыз болу керек, бізге ұстаз, тәлімгер болу керек. Және балалармен тез тіл тапса алатын мұғалім. Және балалардың сонымен қатар жан дүниесін түсініп, әрқашанда балаларға түсіністікпен қарайтын мейірімді мұғалім. Болашақта дамыған заманда мен мұғалімдерді роботтар ретінде көремін. Роботтар немесе ұшатын көліктер шықса, оларды мұғалімдер қалай қолдану керектігін, нені басқару керектігін үйрету керек. Болашақта шығатын тағы да қысымды технологияға үйрету керек. Меніңше мінсіз мұғалім өз-өзіне өте сенімді болу керек. Оқушының ішкі дүниесі мен оның жаны және ойын білуі тиіс болу керек. Ол оқушының жүрегінде орын алуы тиіс. Қазір біз 21-ші ғасырда өмір сүргендіктен, менің ойымша, ол жан-жақтағы жаңалықтарды біле білуі тиіс. За последние года в образовании произошли глобальные изменения. Соңғы жылдарда түрлі өзгерістер болды. Болашақтың мұғалімі біздің арамызда деп ойлаймыз. Осы жасанды интеллектпен байланыста болып, және ол біздің біліміміздің ажырамас бөлігі болу керек. Менің ойымша, ол жасанды интеллектпен жұмыс жасап, ол өзінің жеке кәсіп. Онда біз болашақ технологияларын айтатын болсақ, менің ойымша, бұл білім үрдісіне компьютерлік ойындарды қолдану енгізілуі мүмкін. Және бұл оқу үрдісінде жеңілдете түседі, және менің ойымша, ол көмектеседі біздің болашақ ұрпақ тәрбиелеуге. Мұғалімдер де жан-жақты болуы тиіс. Жаңа технологияларды және де ыңғайлы технологияларды игеру өте маңызды болып табылады. Менің ойымша, болашақта мұғалімдер заманына сай онлайн жаңа тақырыптарды, онлайн сабақтар, онлайн ойындар арқылы үйретуі қажет. Әсіресе қазіргі кезде тек қазақ тілімен немесе орыс тілімен шектеліп қана қоймай, өзге тілдерді де бағындырып, сабақты өзге тілдерде солардың терминдерімен түсіндіруі тиіс. Қазіргі күнде әр оқушы өзінің мұғалімін өзінің екінші анасындай көріп, олардан үлгі алады. Сондықтан да мұғалімдер де оқушыға үлгі бола алатындай талапкер болуы керек. Сол заманға сай интерактивті тақтамен және де басқа да қызықты оқулықтармен баланың ойын алу керек деген. Менің ойымша, заманауи мұғалімдер олар заманмен бірге дамуы керек. Мысалға, болашақта көптеген жаңа технологиялар болады. Мұғалімдер бізге сабақты жасанды интеллект арқылы түсіндіруі мүмкін, немесе 3D модельдер арқылы бізге көзге көрінбейтін заттарды көрсетуі мүмкін. Болашақ заманауи мұғалім цифрлық сауаттылықты және де ақпараттық технологияларды дұрыс меңгергені дұрыс деп санаймын. Және де заман ағымы өзгергенге сәйкес мұғалімдер де сондай болу қажет деп ойлаймын. Қайырлы кеш, құрметті вебинар мұғалімдер. Вы меня слышите? Можете включать? Слышите? Әріптестер естіліп тұр ма? Көріп тұрсыздар ма? Менің даусымды естіп тұрсыздар ма? Чатқа жаза аласыздар ма?
слышите? Уважаемые. құрметті әріптестер, естіліп тұр ма? Так, немного зависает. Так, странно. Сейчас, минуточку. Сейчас, минуточку. Бір минут, қазір, бір секунд. Так, сейчас слышно и видно, да? Ал енді естіліп тұр ма, көрініп тұр ма? Жақсы. Так, все, рахмет. Қайырлы кеш, құрметті қатысушылар. Бүгін мен қазақ тілінде өткізетін боламын вебинарды. Астында аударма қазақ орыс тілінде сіздерге аударма берілетін болады. Дегенмен, мен қазақ және орыс тілдеріне жетік сөйлегендіктен сұрақтарыңызды орысша да қазақша да қоя беріңіздер. Мен барлығына жауап беруге тырысамын. Қараңыздар, бүгінгі біздің тақырып жалпы бірінші кезеңнің тапсырмасын орындау туралы болып тұр. Мен сіздерге егжей-тегжейлі бәрін түсіндіріп айтып беремін. Семинардың соңында менің сөзімнен кейін сіздер барлық сұрақтарыңызға жалпы жауап береміз. Бүгінгі вебинардың ерекшелігі, сіздер жалпы өздеріңіз қосылып, маған тікелей сұрақ қоя аласыздар. Сондықтан вебинардың соңынан қарай сіздер жалпы қосылып сұрақ қоюларыңызға болады. Қолдарыңызды көтерсеңіздер жеткілікті. Біздің модератор сіздерге жалпы аудионы қосып береді. Егер барлығы түсінікті болса, мүмкін плюс қойсаңыздар дұрыс болады. Керемет. Онда біз әрі қарай кеттік. Қараңыздар, біздің вебинардың тағы да бір ерекшелігі, мен жалпы қазақ тілінде сөйлейтін болсам, да біздің презентация орыс тілінде болады. Сондықтан барлық қатысушылар бірден барлық ақпаратты алады. Сонымен, бүгін біз не туралы сөйлесеміз? Бірінші, мультимедиалық мақаланың тақырыбы туралы. Мультимедиалық мақаланың жалпы тапсырманың мақсаты туралы айтатын болам. Қандай критерийлер бойынша бағаланады? Сонымен қатар Tilda платформасындағы ең мықты деген керемет мысалдарды көрсетеміз, сонда бір қарап талқылауға болады. Сонымен қатар техникалық сұрақтарды қарастырамыз, қай уақытта жүктеу керек, қай кезде жүктеу керек және қай сайтқа жүктеу керегін тағы да біз талқылаймыз. Сондықтан барлық сұрақтарыңызды тізіп жазып отырыңыздар, соңында тағы да бір талқылаймыз. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жазып отырыңыздар, мен мына жерде бірден қарап отырамын. Ал кеттік. Сіздерді тағы да егер басқа да сұрақтар, осыдан басқа сұрақтар болса, ойларыңызда міндетті түрде чатқа жазыңыздар, мен міндетті түрде соңында жауап беремін. Бірінші, мультимедиалық мақаланың тақырыбы. Цифрлы оқу ортасын қалай құрастыруға болады. Бұл жалпы мультимедиалық мақаланың тақырыбы. Дегенмен, сіздер мультимедиалық мақала қалай жасалатынын білесіздер. Осыған дейін бірнеше вебинарда біз мультимедиалық мақала қалай жасалатынын нақты айтқан болатынбыз. Сондықтан сіздер жалпы мультимедиалық мақаланың ішінде өздеріңіз тақырып емес, бірақ мультимедиалық мақаланың атауын өзгерте аласыздар. Өзгерткенде жалпы негізі өзіңіздің пәніңізге, сыныбыңызға немесе көтеріп жатқан мәселеге байланысты атауыңызға болады. Сондықтан бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Ары қарай кеттік. Жалпы ары қарай мультимедиалық мақаланың мақсаты туралы айтпай бұрын, ең бірінші маған мультимедиалық мақала не екені туралы тағы да еске түсіріп жібересіздер ме? Чатқа жазсаңыздар болады. Мультимедиалық мақала дегеніміз не?
чатқа жазып жіберсеңіздер, 1-2 минут күтеміз. Мультимедиалық мақала дегеніміз не? Сіздер оны өткен вебинарларда өткен болатынсыздар. Жазып жіберсеңіздер, мультимедиалық мақала дегеніміз не? Немесе қалай сіздер оны түсінесіздер? Кәне қатысушылар, белсендірек. Мультимедиалық мақала ретінде нені түсінесіздер? Как вы понимаете, что такое мультимедийная статья? Пожалуйста, уважаемые участники, кто подскажет, что такое мультимедийная статья? Хорошо, я вижу новеньких сегодня. Жаңа қосылған әріптестерді көріп отырмын. Одан басқа осыған дейін қатысқан әріптестер. Гүлсара, сізге үлкен рахмет. Мультимедиалық мақала дегеніміз иллюстрация, аудио, видео мәліметтері қосылған үлкен мультимедиалық мақала. Яғни белгілі бір тақырып бойынша аталмыш мәселе немесе тақырып қызықты болу үшін іші жалпы видео, аудио және суреттермен толықтырылып жасалады. Бұл мультимедиалық мақала деп аталынады. Жалпы, басқаша немесе мақаланы long read деп атайды. Орысша мультимедиа long read. Орысша ағылшыншадан қазақшаға аударылған кезде long read деген сөздің өзі ұзақ оқу деп аударылады. Сондықтан мультимедиалық мақала ретінде біз үлкен ауқымды мақаланы қарастырамыз. Енді бірінші кезеңнің тапсырмасы ретінде сіздерге мультимедиалық мақаланы жасау керек. Мультимедиалық мақаланың тақырыбы жаңа цифрлы ортаны қалай құру. Сабақ білім беруде, оқытуда цифрлық оқу ортасын қалай құру. Дегенмен тағы да қайталап кетейін. Жалпы мультимедиалық мақаланың атауын өздеріңіздің қызығушылықтарыңызға, мәселелеріңізге байланысты өзгерте аласыздар. Жалпы қараңыздар, мультимедиалық мақаланы біз неліктен жасап отырмыз, сіздерге тағы да бір рет түсіндіріп айтып кетейін. Сіздер өздеріңіздің беріп жүрген сабақтарыңыз туралы емес, бірақ сабақтарыңызға шет жақтан қарап баға берсеңіздер, қандай жалпы мәселемен сіздер күнделікті сабақ беру кезінде қандай мысалы қиын жағдайлармен сіздер кездесесіздер, сол туралы айтсаңыздар, және қалай сіздер ол мәселелерді шешесіздер сабақ беру барысында. Ол белгілі бір сынып болуы мүмкін, ол белгілі бір пән болуы мүмкін, немесе ол белгілі бір жалпы оқушылардың немесе сабақтан тыста іс-шаралар болуы мүмкін. Сондықтан бұл тапсырманың бірінші кезеңнің тапсырманың негізгі мақсаты өздеріңіздің күнделікті істеп жүрген істеріңізге, жұмыстарыңызға басқаша қарасаңыздар. Оған қандай қиыншылықтар, қандай мәселелер, қандай трендтерге сәйкес сіздерде жалпы білім беру жүйесі жүзеге асып жатыр. Сол туралы қарасаңыздар және бізге сол туралы айтып берсеңіздер. Мақсат осындай. Және формат мультимедиалық мақала ретінде. Енді қараңыздар. Жалпы мультимедиалық мақала қандай критерийлермен бағаланады? Бұл бізде сайтта берілген. Дегенмен біріншіден қаншалықты сіздер жаңағы дүниежүзілік трендтер, білім саласындағы трендтер, немесе білім саласындағы болып жатқан қиыншылықтар туралы білесіздер. Яғни дүниежүзілік деп айтқанда бізде елде болып жатқан қандай қиыншылықтар бар, елде болып жатқан қандай трендтер бар, сізде сабағыңызда, күнделікті жасап жүрген жұмысыңызда қандай дүниежүзілік трендтердегі қиыншылықтармен немесе жаңағы байланыс бар, сол туралы айтсаңыздар. Келесі мақсат, келесі критерий, яғни сіздер қандай мәселені айқындап отырсыздар, оның қазіргі кездегі неліктен өзектілігі қандай цифрлық инструменттерді қолданып оны шешуге болады. Оның болашақта қандай мысалға басқа адамдарға тиімділігі бар деген сияқты. Екінші жаңа критерий сіздің таңдаған тақырыбыңыздың жалпы мәселеге сәйкестігі.
Үшінші әрине критерий ол мультимедиалық мақала ретінде болуы міндет. Яғни ішінде мультимедиалық мақаланың мақсаты, оның жалпы өзектілігі, неліктен сіз оны таңдадыңыз, қандай жоба ретінде сіз оны қалай толыққанды мақала ретінде бере аласыздар. Сонда төртінші критерий, әрине мультимедиалық мақала болғандықтан сіздерде видео, аудио немесе жаңағы текстовый дейміз ғой, міндетті түрде мәтін болады. Дегенмен қаншалықты видео және аудио материалдар болатын да біз критерийде бағалаймыз. Және ең соңғы және ең маңызды критерий ол жаңағы академиялық адалдық принциптерін міндетті түрде орындау. Жалпы 5 критерий, мен қазір әрбір критерий туралы нақты жекеше айтып шығамын. Тез, егер сұрақтарыңыз болса тізіп отырыңыздар, мен соңында сіздерге сұрақтарға міндетті түрде жауап беремін. Жаңағы мен айтқан дүниежүзілік трендтер, білім саласындағы қиыншылықтар, олар не туралы, қандай трендтер туралы біз айтып жатырмыз. Жаңа күнделікті сіздер қолданып жүрген e-learning дейміз, сабақта қолданған оқыту, персонализация, жаңағы білім саласындағы жеке баланың қызығушылығын, жеке баланың оқушының ерекшелігін қаншалықты ескересіздер. Мына жерде мысалға мен тізіп облако слов дейді, word cloud ретінде сіздерге жалпы қандай дүниежүзілік трендтер бар екенін белгілеп қойдым. Дегенмен сіздер өздеріңізде іздеп қарасаңыздар, көп ақпарат бар. Және де осындай сөзден жасалған болтшаны деп айтсақ, болады. Бұны да сіздер өздеріңіздің жаңағы лонгридтеріңізде қолдана аласыздар. Өте ұғымды, кішкентай түрде өздеріңіздің жаңағы тек фото ретінде қолдансаңыздар өте тиімді болады. Келесі, қандай жаңағы жасалған жұмыстарыңыз, жаңағы мультимедиалық мақаланың мазмұны қандай болу керек? Әрине, міндетті түрде сіздер белгілі бір сабақ барысында, өздеріңіздің жұмыстарыңыздың барысындағы белгілі бір проблеманы, немесе мәселе деп айтамыз, немесе қиыншылық деп айтамыз, соны айқындап алыңыздар. Сонымен қатар сол мәселеге, неліктен ол мәселе өзекті, неге сіздер бұл мәселені көтеріп отырсыздар? Яғни соны міндетті түрде қарастыру керек. Бұл мәселені сіздер қалай шешесіздер? Қандай цифрлы инструмент немесе педагогикалық технология қолданасыздар? Яғни бұл нәрселерді айқындау үшін, өздеріңіздің жаңағы мақалалардың үшін бұл заттар болу үшін, сіздер жалпы презентацияның оң жағында тұрған сұрақтарға жауап берсеңіздер, соның төңірегінде жалпы мақаланың мазмұны құрастырылады. Қандай қиындықтар болуы мүмкін, қалай бұл қиыншылықтарды сіздер анықтадыңыздар, ол қиыншылықты түсінуге қандай да бір не себеп болды, қандай ситуация себеп болды, оқушы болуы мүмкін, немесе өзіңіздің жаңа түскен қиыншылығыңыз болуы мүмкін, сіз оны өзіңіз қарастырасыз. Қалай сіз бұл мәселені шеше аласыз? Мысалға, енді бәріміз мұғалім сабақ береміз. Бір бала мысалға айтайық, бір бала олимпиадаға көп қатысады. Мысалға бір проблема ретінде. Сабаққа көп уақытта мысалы қатыса алмайды. Немесе басқа да мысалдар айтсақ, кейбір балалар, бір бала мысалға аяғын сындырып алды десек, сабаққа келе алмайды. Сіздер ол балаға қалай сабақты мысалға қызықты етіп, оны сабақ барысына қалай үйлестіре аласыздар, не жасай аласыздар деген сияқты. Енді мен беріп жатқан мысалдарым өте қарапайым, одан да көп мысалға мәселелер бар. Сондықтан өздеріңіз ойластырып, өздеріңіздің сабақ барысында болып жатқан немесе педагогикалық жұмыс барысында болып жатқан мәселелерге қарасаңыздар, соның төңірегінде белгілі бір проблеманы алып, мысалға ең кең тараған мәселелердің бірі мысалға қазіргі кездегі онлайн оқыту. Сол туралы айтсаңыздар болады, қалай сіздер оны шештіңіздер, не арқылы. Ары қаратай берілген мазмұн басқа да адамдарға қаншалықты пайдалы болуы мүмкін. Соны да өздеріңіздің жаңа мақала ішінде қарастырғаныңыз жөн болады. Бұл жалпы екінші критерий, мақаланың ішіндегі мазмұн қандай болу керек, соның талаптары. Үшінші критерий. Мультимедиалық
мақаланың жалпы жанрына сәйкес келу. Енді өздеріңіз білесіздер, өткенде бізде мультимедиялық мақала туралы толыққанды вебинар болған. Ол вебинарды сіздер тағы да бір рет қарап шығуларыңызға болады. Сонымен қатар интернетте өте көп ақпарат берілген. Мультимедиялық мақаланы қалай жасауға болады, қандай заттар ішіне қолдануға болады, қандай архетиптері болады лонгридтің. Соның барлығын тағы да бір рет өздеріңіз қарап шығуларыңызға болады. Және біздің өткен вебинарды қарауға болады. Мен сондықтан көп бұған уақыт бөлмеймін, дегенмен айту керек деп санаймын. Біріншіден, сіздің жаңа жасаған мультимедиялық мақаланың мақсаты болу керек. Оның жаңа болашақта сіздер қалай логикалық түрде құрастырылған көрінісі болу керек. Яғни бұл мультимедиялық мақаланың ішіндегі өзіңіздің жалпы істеп жүрген іс-әрекетіңіздің немесе жаңа педагогикалық мәселеге байланысты анализ немесе бағалау болу керек міндетті түрде, және сіздер берілген бір мәселені қалай жүзеге асырдыңыз, соның белгілі бір жүзеге асыру стратегиясы болу керек. Бұл да өте мазмұн керек зат міндетті түрде. Бұл критерий бойынша енді критерийдің мультимедиялық лонгридтің жанрына сәйкес келу енді ең үлкен бір маңызды критериялардың біреу болып келеді. Сондықтан нақты уақыт бөліп, зер салып, зерттеп, сәйкес жасаңыздар. Енді тағы да бір төртінші критерий креативті ақпараттың ішінде креативті подача дейді ғой, берілген сіздің материалдарыңыз өте шығармашыл түрде жасау керек. Яғни ішінде видео, аудио және текст материалдары да болу керек. Мысалға, қараңыздар, мына жерде мен сіздерге тізіп қойдым тегін фотобанктар. Яғни егерде әртүрлі фотоларды қолданғыларыңыз келсе, қолданылатын видеоматериалдар, YouTube, TikTok, History, әдебиет портал деген порталдарды сіздерге көрсетіп қойдым. Дегенмен, сіздер міндетті түрде өздеріңіздің сабақ барысында болып жатқан материалдарды қолдана аласыздар, өздеріңіз түсірген суреттерді қолдана аласыздар. Яғни өздеріңіздің жаңа жасап жатқан мультимедиялық мақаланың ерекшелігіне қараңыздар, оның ішінде көтеріп жатқан мәселеге қараңыздар, оның ішіндегі жаңа өздеріңіз жасап жатқан мультимедиялық мақаланың мақсатына қараңыздар. Сол кезде сол сұрақтарға жаңа мәселелерге қарай отырып, оның креативті шығармашыл түрдегі көрінісі нақты жалпы өз ретімен түзілетін болады. Енді ең соңғы тағы да бір критерий академиялық адалдық принциптері. Яғни мен сіздерге қазір біраздан кейін конкурстың жалпы осы байқаудың ережесін көрсетемін. Осы ереженің төңірегінде сіздерде мысалға жалпы академиялық адалдық саясатын қалай сіздер жүзеге асыра аласыздар толығымен көрсетілген. Мысалға, мен бұл қазір 5 секунд. Міне біздің сайттың ішіне кірсеңіздер, академиялық адалдық, міне мына жерде конкурстың жалпы ережесі көрсетілген. Бұл ереже жалпы конкурс сайтының ең төменгі жағында орналасқан. Осыған кірсеңіздер, жалпы академиялық адалдықты қалай сақтау керек туралы толық белгілі бір үшінші бөлім берілген. Яғни бұл жерде істелген, көрініп тұр ма? Енді көрініп тұр ма? Ой, sorry. Қазір мен сіздерге көрсетемін 5 секунд мына жерде. Қазір. Міне. Қазір көресіздер. Біздің сайттан, Digital Ustaz сайттың ең төменгі жағында правила участия педагогов в конкурсе деген арнайы құжат бар. Осы құжаттың 3-ші бөлімінде академиялық адалдық. Толық академиялық адалдық туралы жазылған. Осы документті ашып қарасаңыздар, толығымен академиялық адалдықты қалай жүзеге асыру
керектігін көре аласыздар. Яғни біздің сіздерден сұрап отқанымыз әрбір алған біреудің идеясына сілтеме жасаңыздар. Сілтеме жасағанның ең бір негізгі идеясы, біз сілтемені мына памятка дейміз, арнайы сіздерге бір құжат жасалған. Осы құжаттың ішінде мысалға кітаптарды қалай көрсету керек, қай жерде, мысалға онлайн ресурстарды қалай көрсету керек, немесе ары қаратай жаңағы әлеуметтік жүйеде қолданып жатқан ақпараттарды қалай көрсету керек, сол туралы ақпарат берілген. Жалпы барлық мысалға біреудің алған идеясын сіздер өзіңіздің идея ретінде емес, біреудің нақты жасалған адамның жаңа авторды көрсетуіңіз талап. Осы документ құжатты егжей-тегжей оқысаңыздар, жалпы академиялық адалдық саясатын толық қанды жүзеге асырасыздар. Ары қаратай кеттік. Академиялық адалдық туралы біз сізбен сөйлестік. Ары қаратай, енді қараңыздар, мультимедиалық мақаланы жасау. Енді тағы да толыққанды бір рет жүгіріп шығайын. 5 критерий. Осы 5 критерий төңірегінде сіздің мультимедиалық мақалаңыз тексерілетін болады. Жалпы жаңа мен айтып шыққан сұрақтарға зер салып көңіл бөлсеңіздер, жалпы осыдан үлкен басқа жұмыс талап етілмейді. Жалпы мультимедиалық мақала жасамас бұрын 4 қадам жасасаңыздар болады. Ең бірінші, өздеріңіздің жаңа мәселеңіз туралы, сұрағыңыз туралы, білім саласындағы өздеріңізде күнде ойымдап жүрген, ойланып жүрген зат туралы ойлап, оның жалпы идеясын құрастырсаңыз, екінші жаңағы қадам міндетті түрде сіздердің жаңа мультимедиалық мақаланың атауы көзге бірден түсетіндей сондай қызықты болу керек. Үшіншіден, міндетті түрде аудио, видео, фото материалдарды ішіне қолдану керек мәтіннен басқа. Және төртінші қадам, естеріңізде болсын, long read, яғни ұзақ, ауқымды мақала болса да, ол толыққанды біткен, қалайша толығымен бітірілген әңгіме болу керек. Яғни толық идеясы жүзеге асырылған. Сіздерде мысалға ол қандай бұл мәселені қалай сіздер шештіңіздер, қандай іс-әрекеттер қолданыңыздар, қандай жаңа айттық қой, дорожная карта болады, соңында жүзеге асырсаңыздар. Ары қаратай кетейік. Енді қараңыздар, вебинарды жаңағы мультимедиалық мақаланы жасамас бұрын тағы да ана жолы өткен вебинарлар мен мастер-класстарды тағы да бір рет қарап шығыңыздар. Ішінде өте көп ақпарат бар. Сонымен қатар, жаңағы мультимедиалық мақаланың ішіне сіздер цифровое повествование, цифрлы digital storytelling, бұны да қолдана аласыздар ішіне. Енді өздеріңіз жұмыс барысында қарап жатарсыздар. Енді қазір мен сіздерге жалпы ең мықты лауреаттерді көрсеткім келіп отыр. Егер сіздер тильда, мына мысалға дәл алдарыңызда тұрған, бұл тильда сайтында көрсетілген ең мықты 37 long read. Ішінде керемет дизайндер бар. Осын сіздер уақыт бөліп оқып шықсаңыздар, long read дегеніміз не? Неліктен бұл идеяны қолданады? Мысалға қараңыздар, ең алғашқы storytelling, ең алғашқы long read, ол Snowfall long read, ана жолда бізде әріптесіміз айтқан болатын. Мына жерде әртүрлі long readтер бар. Мысалға, енді қарап шықсаңыздар, бұл жерде ең мықты деген 37 long read берілген. Мына жерде мен мысалға өзім Земля отчуждения Чернобыль туралы жасалған long readті көрдім. Сіздерге мысал ретінде көрсетім деп отыр. Мына жерде Чернобыль туралы берілген сурет. Яғни қараңыздар, сіздердің берген суреттеріңіз, сіздердің берген видеоларыңызда ақпарат ретінде маған жаңа long readті оқып отқан адамға көп ақпарат береді. Сондықтан сурет, мысалы, бірден көріп,
земля отчуждения, Чернобыль, ол қандай екен біз бірден көрген кезде түсінеміз. Ары қаратай шамалы ақпарат болуы мүмкін. Тағы да сурет, мына жерде қараңыздар. Тағы да Чернобыль қандай жағдайда қалды, не болғанын сіздер тағы да сурет арқылы, көз арқылы мысалға да түйсіне аласыздар тезірек. Мына жерде тағы да фоторяд берілген Чернобыльдің жағдайы туралы. Енді орысша емес, ағылшынша емес, орысша болған лонгридті таңдадым. Міне тағы да сурет, тағы да ақпарат, мына жерге ішінде болған азғиястың суреті деген сияқты. Міне лонгридтің жаңағы әріптестер сұрап жатыр, мысал бола ма деген сияқты. Міне сіздердің алдарыңызда қарапайым жасалынған лонгрид, енді қарапайым емес, өте мықты жасалған лонгридтің бірі. Біз әрине сіздерден тура осындай керемет лонгридті, мықты лонгрид жасаңыздар деп сұрап тұрған жоқпыз. Дегенмен лонгридті қалай жасау керек екенін біліп алсаңыздар да бізге жеткілікті болады. Және өздеріңіздің ойларыңызды, мысалға міне видеоны салған ішіне байқасаңыздар, ашқан кезде бірден ойнайды. Яғни видеоны көре арқылы біз жаңағы лонгрид бұл Чернобыль туралы тағы да көп ақпаратты біле аламыз. Енді бұл өте ұзақ лонгрид, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жалпы лонгридтің ауқымы 5000 сөзден аспау керек. Енді біз сіздерден 5000 сөз сұрап тұрған жоқпыз. Конкурс төңірегінде, байқау төңірегінде 1500, 2000 ең көп дегенде сөз жасаңыздар жеткілікті болады. Сонымен қатар кем дегенде 1500, 2000 сөз жасаңыздар жеткілікті суреттермен, аудио, фото, видео материалмен бірге. Енді қараңыздар, мен өзімнің жеке тілді парақшама кірсем болады. Енді міне бұл менің жеке парақшам, аты Гүлнара деп жазылып тұр. Мына жерде создать новый сайт бассаңыздар, қайда кетті? Жаңа парақша құрғыларыңыз келсе, жаңа парақша құру деп бассаңыздар, мына жерде блог деген сурет бар. Блог деген батырма бар. Блог батырмасын бассаңыздар, мына жерде блог фотографа, корпоративный блог, рассказ, ары қаратай төмен жүре берсеңіздер, мына жерде міне лонгрид с видео, изображениями, небольшими текстами. Яғни белгілі бір өздерінің жаңағы тильданың дайындап қойған тегін сіздерге арналған өзінің шаблоны бар. Немесе тағы да бір маған ұнағаны, мына жерде лонгрид деген тағы да төменге кішкене түссеңіздер, тағы да лонгрид бар, басқа дизайн. Мен мысалға осы дизайн маған ұнады. Мысалға мен осыны таңдасам, ішіне кірсеңіздер, нақты мына жерде суреттерді өзгерте аласыздар. Мына жерде батырма вырезать, вставить, выделить, яғни өздеріңізге ұнаған суреттерді қоя аласыздар. Мына жерде өздеріңізге керек тақырыпшаларды, идеяларды, жаңа текстер жаза аласыздар. Барлығы оңай, жаңа плюс, минус настройка арқылы өзгеріледі. Ең негізгі сіздер бұл енді шыны керек, эссе жазғанға, мақала жазғанға өте ұқсас. Тек сіздер арасына видео, аудио, фото материалдарды қосуларыңыз керек. Соның арқасында сіздердің жаңағы жазған мақалаларыңыз қызықтырақ, түсініктірек болады. Міне, барлығы керемет жазылған, стилінген. Міне көріп тұрсыздар. Сондай қатты ұзақты емес, мына жерде егер тағы да парақшалар керек болса, сіздер оны қоса аласыздар. Ең соңында ең қызықтысы сіздерге мына жерде міне техникалық жағдайлар тағы да айтқым келіп тұр. Опубликовайтты бассаңыздар. Міне мен жаңа алдын ала мына жерге Гүлнара Салменова немесе басқаша да жазуға болады. Жазғаннан кейін сохранить и продолжить басасыздар. Бұл парақша міндетті түрде сақталады осындай күйде. Және осы парақшаны сіздер мына жерде кешіріңіздер. Осы парақшаны сіздер бізге жібересіздер. Кешіріңіздер. Міне, бұл адрес страницы көріп тұрсыздар ма? Бұл адрес страницы сіздер көшіріп
Примите изменения. Так. Ой. Берілген парақшаны сіздер копия жасағаннан кейін, ой, міне тұр ғой. Сілтемені басқаннан кейін міндетті түрде мына конкурсқа кіріп, мына мен жеке парақшам. Жеке парақшаның ішіне конкурстың ішіне кіресіздер. Конкурске кіргеннен кейін, мына жерде көріп тұрсыз ғой, бірінші кезеңнің тапсырмасы мультимедиалық мақаланы жасау, тақырыбы, мына жерге өздеріңіздің жаңағы көшіріп алған сілтемені салып қоясыздар да, мына жерге комментарий жазасыздар. Егер керек болатын болса, комментарий жазып жіберіңіз, осындай тақырып бойынша мысалға жұмыс жасалды деп. Содан кейін оны сіздер біздерге жібересіздер. Міндетті түрде комментарий жасауым керек. Міне, сіздер, яғни бұл берілген тапсырма эксперттің қолында болса, сіздер осындай жалпы ақпарат алатын боласыздар. Сонымен қатар өздеріңіздің жеке почтаңызға тапсырма тапсырылды деген ақпарат аласыздар. Ал енді бұл жалпы менің бірінші кезеңнің тапсырмасы бойынша жасалған жұмыс, яғни барлығы түсінікті болды деп сенемін. Ал енді сіздердің сұрақ жауаптарыңызға көшеміз. Так, көрінді. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Егер сіздер эфирге қосылғыларыңыз келсе, сіздер қолдарыңызды көтерсеңіздер жеткілікті, модератор сізге микрофондарыңызды қосып береді. Мына жерде сұрақ жауапта өтініш бірінші этапты 10-шы қазанға дейін ұзарта аласыздар ма дейді. Өкінішке орай өте тығыз болып тұр, сондықтан біз онына дейін соза алмаймыз. Бірінші қазанға дейін орындауға тырысуларыңызды сұраймын. Егер мысалға жағдай бойынша ұзарту керек болса, біз міндетті түрде пошталарыңызға хат жазатын болатынымыз, пошталарыңызды тексеріп отырыңыздар. Да, задание нужно загрузить до 1 октября. Время, как обычно, 12:00. То есть система 12-ге дейін жіберу керек. Бірінші қазанға дейін жіберулеріңіз керек. 30 немесе 31 күн аяқталады. 30 қыркүйекте осы тапсырмаларды аяқтаймыз. 30 қыркүйекте қабылдайды. Әрине бұл эфирді сақтаймыз. Аяқталған соң біз сіздерге сілтемені жібереміз. Осы вебинардың жазбасын жібереміз. Вебинарлардың жалпы барлық жазбаларын сіздерге поштаға жіберілген болатын. Тағы да осы 1-2 күн ішінде тағы да жібереміз. Так. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Қол көтерген Гүлназ, модератор мырза, Гүлназды қосасыз ба? Меруерт, да? Сұрағыңыз? Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Елена Казахстан. Сәлеметсіздер ме? Ақпараттық вебинар үшін. Рахмет, Гүлнара ханым. Менде мынандай сұрақ. Олигофрен жерге арналған арнайы мектептердің мұғалімдері қатыса ала ма бұл сайысқа? Арнайы мектептің мұғалімдері қатыса алады. Қандай арнайы мектеп туралы айтып жатсыз сіз мысалға? Мысалы, Алматы облыстық Есік қаласындағы 8-ші типтік мектептер мектеп болып табылады. Бұл конкурсқа өкінішке орай тек қана Алматы қаласының мұғалімдері қатыса алады. Тек қана Алматы қаласының облыс мұғалімдері қатыса алмайды өкінішке орай.
бізде ең бірінші өкінішті мотив. өкінішті енді болашақта болады деп сенеміз. Уважаемые участники конкурса, еще раз хочется сказать, как вы знаете, конкурс является... Өздеріңіз білесіздер, бұл конкурс бірегей, бұл тек қала мұғалімдер үшін, Алматы қаласы ұстаздар арасында өңір және облыстың мұғалімдері қатыса алмайды өкінішке орай, бірақ сондықтан сіздерден міндетті түрде анықтамаларды жүктеңіздер. Яғни сіздер осы мектепте, қала мектебінде жұмыс жасайтыныңызды растайсыз. Яғни сіз біздің қаламызда жұмыс істейтініңізді растайды. Әлбетте сіз анықтаманы жасамасаңыз, мысалы облыстан адам қатысып, көп жұмыс және осындай кедергілер болмас үшін байқау қатысушылары осыны қарастырып, осындай ереже жасаған, яғни конкурс қатысушылары осындай жұмыс орнынан анықтаманы жүктеу қажеттігі талабын қойған болады. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Еще раз хочу сказать, если будет так, Гульсара. Гульсара. Здравствуйте. Огромное спасибо, что сейчас... Қайырлы күн. Бізде осыны бізге барлық көрсеткіздер. Біз осы барлық вебинарды көрдік, лангридті қалай құрастыру керек екенін. Ол жерде көбінесе журналистік және IT жұмыстары. Осы жерде көбінесе осындай фото, аудио көбірек болу керек па, жоқ мәтін көп болу керек па? Қандай шектеулер? Әрине ешқандай көлем бойынша ешқандай шектеу жоқ. Фото, аудио, видео, материал жасасаңыз болады. Маңыздысы сіздің мәтініңіз бен аудионыз осы мәтіндікті бұл жерде мәтін ақпарат және фото, аудио ақпарат деп тұрған жоқпыз. Біз үшін барлығы бұл тұтас ақпарат және бұл осы бір мәселе аясында және сіздің өзіңіздің педагогикалық тәжірибе кезіндегі қарастыратын мәселе аясында болу керек. Құрметті қатысушылар, баршаңыз өз әріптестеріңізге айтып түсіндіріңіздер. Әрине қатысыңыздар, бұл қатысу қиын емес. Біз сіздерге шығарма немесе мақала жазуға деп. Және онда бұл диджитал цифрлық конкурс болмайтын, сондықтан сіздерге қатысыңыздар мәтінді және осы тағайындау мәтін кезегінде осы түрлі өздеріңіздің цифрлық құзырықтарыңызды дамытқандарыңыз дұрыс. Бұл жерде бұл сайт емес, бұл мультимедиалық лонгрид болу керек. Бұл жерде сіз педагогикалық қызметте кездесетін мәселені жазуыңыз керек. Бұл мысалы үлгерімі төмен оқушылар болуы мүмкін, мысалы бұл дарынды балалармен жұмыс, мүмкін бұл инклюзивті балалармен жұмыс жасағандарыңыз жасауы мүмкін. Бұл дифференциация туралы, яғни бұл бәріңіз өздеріңіздің креатив, мысалы бұл жобалық, мысалы кездескен мәселелермен және маңыздысы сіз өз лонгридте мәселені, оның өзектілігін, шешімдерін және қаншалықты өсуге мүмкіндік беретінін жазуыңыз керек. Баршаңызға қатысқандарыңызға көп рахмет. Да, можете, в принципе. Так, Ахмарал, пожалуйста. Ахмарал, мархаба. Ахмарал, сіз қол көтердіңіз. Добрый день. Акмарал Ниязбековне, пожалуйста, дайте слово коллеге. Сәлеметсіздер ма? Естіліп тұрмын ба? Акмарал, вас не слышно. Сәлеметсіздер ма? Естілді ма? Да. Сәлеметсіздер. Естіліп тұрайын, да, айта беріңіз. Мен тильдаға ашып
келіп, тегін версиясы екісіне дейін ғана деп тұр, иә? Мен мақаланы жүктесем, сіздер екісінен кейін сол мақаланы көре алмай қаласыздар ма? Өйткені тегін версиясы екісіне дейін ғана берілген екен. Соны сұрайын деп едім. Қараңыздар, жалпы тильда, дұрыс, сұрағыңызға рахмет. Тильда жалпы тегін платформа, дегенмен ол басқа да қосымша өздерінің жаңағы қызметі үшін ақша алады. Қосымша, тағы да айтқым келеді, қосымша қызметтері үшін ақша алады. Сіздерге ол қосымша қызметтері керек емес. Қарапайым тильданың жаңағы тегін версиясын қолдануларыңызды сұраймын. Сондықтан еш нәрсеге төлеудің қажеті жоқ. Сіз шамасы жаңағы ақылы версиясына тіркелген болатынсыз, сіз одан бас тартыңыз және тек қана тегін версиясын қолданыңыздар, сол сіздерге жеткілікті болады. Домен алу міндетті емес. Осы почтамен қайтадан тегін версиясына кірсем болады, иә? Жақсы, рахмет. Тегін версиясын қолдансаңыздар болады. Доменді сатып алудың қажеті жоқ. Жаңа сіздер көрдіңіздер ғой, тағы да бір рет көрсетіп жіберейін сіздерге. Мына жерде қарасаңыздар, көріпсіздер ба? Гүлнара Салменова, Тильда, ВС, Page 22, бірдеңе деп тұрады. Бұл тегін версиясы. Егер ақша төлейтін болсаңыздар, жаңағы тильданы жеке версиясын сатып алсаңыздар, сіздер жаңа page мынандай деген болмайды. Сіздің жалпы бетіңіз, жаңағы тильдадағы парақшаңыз Гүлнара Салменова немесе басқалай түрде аталынатын болады. Оның қазіргі уақытта жасаудың қажеті жоқ. Осындай тегін түрде қолданған версиясын алсаңыздар, сіздерге жеткілікті болады, және бұл парақша бізге де ашылатын болады. Рахмет. Сіздерге рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Мен ойымша барлық сұрақтарға біз жауап алдық. Құрметті әріптестер, берілген видеоны тағы да бір рет қарап шығыңыздар. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, бізде колл-центр бар. Міндетті түрде колл-центрге хабарласыңыздар. Сіздерге егжей-тегжейлі толық ақпарат бере алады. Бірінші қазанға дейін тапсырманы жүктеу керек. Егер тапсырманы біз жүктеу уақытын өзгертетін болсақ, міндетті түрде сіздерге хат жіберетін боламыз. Оны пошталарыңызға аласыздар, жиі пошталарыңызды тексеріп тұрыңыздар. Тағы да құрметті әріптестер, бір айтатын жайт, өздеріңіздің жаңағы мектепте жұмыс істейтін туралы анықтаманы тіркеулеріңізді сұраймын. Бұл өте маңызды. Видеоны сіздерге жүктелгеннен кейін міндетті түрде пошталарыңызға тағы да жіберілетін болады. Барлық пошталарыңызды тексеріп отырыңыздар. Сіздерге көп рахмет қатысқандарыңызға, қызығушылық білдіргендеріңізге. Мен үміттенемін, біздің алла жаса барлығы орынды болады. Барлықтарыңыз жақсы дайындалатынына сенімдімін. Сіздерге үлкен көп рахмет. Рахмет, сізге де көп түсінікті болды. Рахмет сіздерге, онда қоштасамыз. Всем огромная благодарность, спасибо большое. Прошу. Баршаңызға көп рахмет. Осы видеолар міндеттеріңізде көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, біздің колл-центр үнемі жұмыс орнынан анықтамаларыңызды жүктеңіздер. Осымен біз вебинарымызды аяқтаймыз. Кездескенше сау болыңыз.